Қайырлы күн, оқушылар. Сабағымызды бастамас бұрын кішкене видео көріп алсақ болады. Сабағымыздың тақырыбы ауылым алтын бесігім. Екінші бөлім. Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі. Сабағымыздың мақсаты тыңдалым мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Енді балалар, бізді ары қарай жалғастыру үшін әрине тыңдалым мәтінді тыңдаймыз. Тыңдамас бұрын сөздіктермен танысып алсақ болады. Бүгінгі сабағымыздың мәтінде кездесетін жаңа сөздер: жерұйық, кіндік қаны тамған жер, ұшқан ұя, қора, жидек, балмұздақ, жент, бақташы. Жақсы бала. Кәні, енді тағы бір қайтара бәріміз ішімізден оқып шықсақ, және де тізбектеп оқып шықсақ: жерұйық, кіндік қаны тамған жер, ұшқан ұя, қора, жидек, балмұздақ, жент, бақташы. Жақсы. Енді осы жаңа сөздермен өздерін ауызша кішкене сөз тіркестен және сөйлемдер құрауға болады. Енді келесі ары қарай біздің сабағымызды жалғастырсақ, мәтінмен жұмыс, тыңдалым мәтіні. Қазақта ауылым алтын бесігім деген сөз бар. Әркімге өзінің туған жері жерұйық. Біздің дүниеде жалғыз еліміз, жеріміз бар. Ол қазақ елі. Жалғыз отанымыз Қазақстан. Отанды сүю, отанына деген сүйіспеншілік отбасынан. Кіндік қаны тамған жерден, ұшқан алтын ұяңнан басталады. Менің де ұшқан ұям дәл осы жер. Балалық шағы өткен жерің адам еш уақытта ұмытпайды. Ауыл біздің табан тірер жеріміз, тұғырымыз. Ауыл халық руханиятының алтын діңгегі. Жақсы, балалар. Мен ойлаймын, сендер жақсы мұқият тыңдадыңдар, иә? Бұл мәтінді мұқият тыңдаған болсаңдар, ары қарай келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінді тыңдады. Енді мен сендерге ауылым қандай деген сұрақ қоятын болсам, осы сұраққа қалай жауап бересіңдер? Кәні, ауылым қандай? Дұрыс айтасыңдар. Алтын бесігім, жерұйығым, ұшқан ұям, кіндік қаны тамған жерім. Дұрыс. Ауылым сонымен, ауылым қандай деген сұраққа, ауылым менің жерұйығым, алтын бесігім, ұшқан ұям, кіндік қаны тамған жерім. Дұрыс, жақсы балалар. Келесі біздің тапсырмамыз. Осында мәтінді жақсы мұқият тыңдап, өздерің түсінгендеріңді мәтінді оқыдық. Дұрыс мәтінді оқи отырып, енді мынандай ақпараттарға жауап берсек, дұрыс және бұрыс. Ақпарат берілді. Әркімге өзінің туған жері жерұйық. Бұл дұрыс ақпаратты. Немесе бұрыс. Біздің дүниеде жалғыз еліміз, жеріміз жоқ. Бұл ақпараттыққа қалай қарайсыңдар? Жалғыз отанымыз Қазақстан. Бұл ақпаратты қалай қабылдадыңдар? Қала біздің табан тірер жеріміз, тұғырымыз. Жақсы. Ары қарай ауыл халық руханиятының алтын діңгегі. Ал балалар, осы тапсырманы қалай орындадыңдар? Дұрыс деп
жауабын белгілеп кетіңіздер. Рефлексия. Я, балалар, бүгінгі сабақты жақсы түсінген болатын болсаңдар, күнді белгілейміз. Мен барлығын түсіндім деп. Егер де сұрақтарың бар болатын болса, бұлттан шыққан жартылай күнді белгілейсіңдер, шығып тұрар. Ал енді ештеңе түсінбейтін болса, ондай болса, бұлтты белгілейміз. Сау болыңыздар.